Сәлем, сіздермен қызық кино. Бүгін сізге ерекше «Человек без лица» атты қысқаша фильм туралы айтып беремін. Бәрі қарапайым күннен басталады. Қыз күйеуін ұйқыдан оятады. Ол болса 5 минут жата тұруын сұрайды. Ол ұйқыдан тұрады, беті болса айнаға айналады. Алдымен ол лас ыдыстарды байқап, теледидар қарайды. Содан жуынуға ванна бөлмесіне кіреді. Ер адам өзінің айнадағы түрін көріп құлайды. Орнынан тұрып, өзін айнадан қарап, бұлай қалай болды деп тұрады. Кенет телефон шырылдап, соған қарай жүгіреді. Әйелі одан дәрі алу үшін дәріханаға баруын өтінеді. Ол өзін нашар сезінгендіктен бармайтынын айтады. Бірақ әйелі көндіреді. Есік алдынан баланы кездестіреді. Ол абдырап содан ойнай бастайды. Ер адам бұл жағдайды жаман емес деп ойлайды. Бірақ көлігін полиция қызметкері тоқтатады. Полиция қызметкері правасын сұрайды. Бірақ оның айнасын байқаған кезде ол сөзбе-сөз өзінің өткенін барлық қыр-сырын айта бастайды. Содан мүлдем кетіп қалады. Ер адам өз жолын жалғастырады. Бірақ бірден үйсіз-күйсіз бір адам жүгіріп келеді. Ол ер адамға өзінің өткенін айта бастайды. Және ақырында өзіне өзі айқалай бастайды. Айна адам бірден газ басады. Бірақ оған адамдар назар аудару үшін не істеу керектігін түсінбейді. Ер адам аптекаға келеді. Бірақ жолында бір әйел ернін бояу үшін айна адамды тоқтатады. Ер адам әйелге оның өте сүйкімді көрінетінін айтады. Содан әйел күліп кетіп қалады. Келесі кезекте фармацевт қыз дәрі беріп жатады. Содан қыз айнаны байқап, басқалары ұқсап өзінің оқиғаларын айта бастайды. Ол өзінің дұрыс емес жолда жүргенін, дәрілердің жоғалуына қатысы барын айтады. Бірақ ер адам қызға үйіне баруына, дүниетанымын өзгертуін сұрайды. Ер адамның санасына бүгінгі шытырман оқиғадан адамдардың айтқан сөздерін есіне алып тұрады. Содан үйге келіп, үй жинап қойып, әйелін қуантады. Ер адам әйелін бірге отырып, кешкі ас ішуді ұсынады. Осылай фильм аяқталады. Қалай ойлайсыздар, автор бұл фильммен қандай ой жеткізгісі келді? Комментке өз ойларыңызды жазып кетіңіздер.